Сәлем балақай, менің каналыма қош келдің. Бүгін біздер әліппе сабағынан н дыбысы және әрпі туралы өтетін боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпа. Ендеше оқулығымызды ашайық. Бүгін біздер н дыбысының дауысты немесе дауыссыз екендігін ажырататын боламыз. Кәне мына сурет бойынша әңгіме құрайық. Алдымен сұрақтарға жауап берейік. Анасы дастарханға не қойды? Анасы дастарханға нан қойды. Алан нанға не жағып жеді? Алан нанға май жағып жеді. Не ішті? Сүт ішті. Алан анасына таңғы ас үшін не айтты? Анасына таңғы ас үшін рахмет айтты. Енді балақай осы сөйлемдерден мәтін құрастырамыз. Анасы дастарханға нан қойды, алан нанға май жағып жеді, сүт ішті, анасына таңғы ас үшін рахмет айтты. Мәтін 4 сөйлемнен құралып тұр. Енді осының ішіндегі анасы дастарханға нан қойды деген сөйлемді алайық. Енді балақай осы сөйлемнің ішіндегі сөздерді санайық. Анасы дастарханға нан қойды. 4 сөзден тұр екен. Осы сөздердің ішінен нан деген сөзді бөліп алайық. Кәне нан деген сөзді буынға бөлейікші. Нан бір буыннан тұрады, иә? Н дауыссыз, а дауысты, н дауыссыз, н деп айтайық. Кәне н бұл дауыссыз болады. Келесі тапсырмаға қарайық. Бұл жерде біздерге оқуға сөздер берген. Кәне бірге оқиық. Нан, ана, нар, анар, ну, науа, алан, нан, ал, аруна, анар, ал. Балақай, н дыбысының дауыссыз дыбыс екендігін білдік. Енді біздерге мына жерде сызба беріп қойған. Бұл сызбаға мына жерде суреттің қайсысы сәйкес келеді, соны анықтауымыз қажет. 2 буыннан тұрады, 4 әріптен, 2 дауыссыз, 2 дауыстыдан тұрады. Бірінші сурет құлын. Құлын деген 5 әріптен тұрады. Бұл сызбаға сәйкес келмейді. Келесі айна. Айна 4 әріптен тұрады, 2 буыннан тұрады. Одан кейін моншақ. Моншақ дегеніміз 6 әріптен тұрады. Бұл оған сәйкес келмейді. Сонда бұл жерде айна деген сөз болу керек екен. Айна деген сөз 2 буыннан және 2 дауысты, 2 дауыссыз дыбыстан тұрады. Н дыбысы сөздің басында, ортасында және соңында кездеседі. Балақай, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.